Ұлыстың ұлы мерекесі Еуропа төрінде де тойланды. Қарт құрлықтың түкпір-түкпірінде қазақтар Бельгияның Антверпен қаласына жиналып, Наурызды бар сән салтанатымен атап өтті. Шара Бельгия қазақтарының басын біріктіріп отырған шаңырақ ұйымның 10 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Торқалы тойға елімізден де біраз кісі аттанып, ән жырдан шашу шашты. Елден келген қазақтар мен Еуропада қандастарымыздың қуаныштарында шек жоқ. Көрмегелі көп жылдың жүзі болған. Құшақтасып, көрісіп, бір-біріне құтты болсын айтып жатыр. Шартарапқа шашыраған қандастардың басын қосып, Наурызды бірге тойлауға шақырған Бельгия қазақтарының шаңырақ ұйымының төрайымы Ақмарал Әмірқұлова. Біздің наурызымыздың ең мақсаты ол енді тек қана осы қазақтарды ғана емес, бәріміз жиналып әрине бірігіп, біздің енді мәдениетімізді, тілімізді сақтап қалу ғой. Шетелде тұрсақ та, енді бәрібір өзіміздің шыққан жерімізді, тегімізді білу керекпіз. Сондықтан да балаларға үлгі болсын деп, ар жақта келе жатқан біздің ұрпақтарымызға үлгі болсын деп, осындай бәрі жиналыс үлкен тойлар жасап тұру керекпіз. Той дегенде қубас томалайды деп мақалдатқан Амангүл әже Даниядан арнайы келіпті. 83 жастағы кейуана шашу шашып, қонақтарды қуантты. Ұлық мерекеге әжейдің Австрия, Германия, Норвегия, яғни қарт құрлықтың түкпір-түкпірінде тұратын бауырлары, құрбылары, туыстары жиналды. Тойларың құтты болсын, аман болыңдар. Жылдан жылға Құдай сендерді жеткізе берсін. Наурыздарың да құтты болсын, әр заман Құдай осындай наурызға жеткізе берсін. Сау аман еліміз, халқымыз тыныш болсын, жақсы болсын. Қош келдіңдер бәріне. Еуропадағы қандастармен қауышуға ел қазақтары да асығып жетіпті. Құрғол келмей сый-сияпаттарын ала келген. Жібек орамал, күміс сырға, үкілі домбыра. Тіпті қазақ телевизиясының ардагері Гүлмария Барманбекова туған жердің бір уыс топырағын Еуропа қазақтарына тарту етті. Тосын сый атамекенін аңсаған қандастарымыздың жүрегін елжіретті. Қасиетті топырақ эстафета ретінде келесі наурызды өткізетін елге табысталып отырады. Ұлттық ән күйде алыстағы алаш ұрпақтарының көңілін марқайтты. Мерекелік концерттен соң көпшілік қазақстандық дизайнерлердің топтамасын тамашалады. Заманауи үлгіде тігілген ұлттық киімдерді Еуропадағы қандастар жоғары бағалады. Әрі ұнатқан қамзол көйлектерін, ұлттық әшекей бұйымдарды көптеп сатып алды. Бельгиядағы наурыздан осылай олжалы болған қазақтар келесі жылы ұлыстың ұлы мерекесін Данияда тойлауға уағдаласты. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Антверпен, Бельгия.